Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бауырдан ағзаңызға өте пайдалы гемоглобинді көтеретін сондай керемет тағамдардың бірін дайындаймыз. Яғни бауырдан котлет дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сиырдың бауырынан 500 граммдай алып, блендердің көмегімен барлығын жақсылап езіп аламыз, немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Одан соң көкөністердің кезегі келеді. Оған бір картоп, бір сәбіз және бір пиязды алып, бұны да блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Қалауларыңыз бойынша 1-2 тісше сарымсақ салсаңыздар да болады. Енді дайын болған екі қоспаны бір-бірімен біріктіреміз. Оның үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Және де дәміне қарай тұз бен бұрышты салып, сонымен қатар 100 мл-дей салқын сүтті құйып барлығын араластырамыз. Және достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, каналымда жаңа видео шыққаны бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда бұдан да өзге тағамдардың рецептілері бар. Ендігі келесі кезекте 80 грамм ұнды електен өткізе отырып, қою масса болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қоспамыз дайын болды. Енді пісіруге көшеміз. Алдын ала қызып тұрған табаға күнбағыс майынан құйып, май қызғаннан соң осылайша бір ас қасықтан сала отырып дөңгелек котлеттерді дайындаймыз. Газ отымыздан алыстап кетпейміз, себебі өте тез піседі. Сондықтан екі шанышқының көмегімен екі жағын бірдей етіп, қып-қызыл етіп, толықтай піскенше пісіріп аламыз. Шамамен әр жағына 2-3 минуттан, тіпті одан да ертерек уақытты алуы мүмкін. Осылайша барлық піскен котлеттерімізді астына қағаз майлық төсеп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Осымен біздің бауыр котлеті дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Одан өзге, дәмінен өзге денсаулықтарыңызға өте пайдалы ас болсын.